Бұл қоспа иммундық жүйені нығайтады, қан тамырларын тазартады және емдейді. 100 грамм грек жаңғағын жуып, 2 сағат бойы суық суға салып қою керек. Жаңғақтар белок пен омега-3 және май қышқылдарының ең жақсы көзі болып табылады. Сонымен қатар, жүрек қан тамырлары ауруларын қаупін азайтады. Жаңғақ атеросклероз, қант диабеті, жүрек ауруларына ұсынылады. Сосын оған 6-7 түйір сарымсақты қабығынан ажыратып қосамыз. Сарымсақ гипертонияға пайдалы. Тамырларда қан ұйғыштарының пайда болу қаупін азайтады. Лимонның 3-1 бөлігін кесіп, 2 ас қасық лимон шырынын сығып аламыз. Лимон иммунитетті нығайтады және коллаген өндірісіне ықпал етеді. Сарымсақ пен жаңғақтарды бір ыдысқа саламыз және лимон шырынын үстінен құямыз. Сосын оны блендермен жақсылап ұнтақтаймыз. Ал қоспаның пастаға ұқсауы үшін 2 ас қасық зәйтүн майы мен 2 ас қасық бал қосамыз. Бал бүкіл денеге пайдалы әсер етеді. Ал зәйтүн майы қан тамырларын нығайтады және оларды серпімді етеді. Бұл дәмі өте жағымды және жағымды хош иісі бар паста қоспасы болып табылады. Қоспа иммундық жүйені нығайтады, қан тамырларын тазартады және емдейді. Бұл қоспаны тоңазытқышта жабық шыны ыдыста сақтаймыз. Бұл қоспаны күніне 1 ас қасықтан алыңыз. Көргеніңіз үшін рахмет. Және каналда кездескенше.